Алдарыңызда Лада 21-14 автокөлігі 2012 жылғы қозғалтқышы 1.6, бағасы 2 миллион деп жазып қойған екен, бірақ нақтылам деушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8775 302 22 50 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Lada Grant автокөлігі 2012 жылғы қозғалтқышы 1.6, бағасы 2 миллион 600 деп жазып қойыпты, бірақ нақты алам деушілерге 2.5-ке беремін деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8707 127 24 60 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Mercedes 190 автокөлігі 93 жылғы қозғалтқышы 2 куб, қорабы автомат, бағасы 1 миллион 950 деп жазып қойды, бірақ нақты алам деушілерге 1 миллион 750-ге беремін деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8747 088 80 36 хабарласыңыздар. Алдарыңызда универсал шанаттағы Toyota Cayenne автокөлігі 95 жылғы қозғалтқышы 1.6, қорабы механика, бағасы 2,5 миллион деп жазып қойды, бірақ нақты алам деушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8707 416 39 49 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Audi A6 автокөлігі 96 жылғы қозғалтқышы 2.6, қорабы автомат, бағасы 4,5 миллион деп жазып қойды, бірақ нақты алам деушілерге 4,3-ке беремін деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8700 494 94 04 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Nissan Maxima автокөлігі 97 жылғы қозғалтқышы 3 куб, қорабы автомат, бағасы 3,5 миллион деп жазып қойды, бірақ нақты алам деушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті алам деушілер болса, көлік егесі номер 8705 908 56 78 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Toyota Camry 20 автокөлігі 98 жылғы
қозғалтқышы 3 куб, қораба автомат, бағасы 3,5 миллион деп жазып қойыпты, бірақ нақты алымдеушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көлікті аламын деушілер болса, көлік егесі номері 8702 680 95 96 хабарласыңыздар.